Қордай ауданындағы ең қарт тұрғын Бетқайнар ауылында тұрады. Ғасырдан асып өмір сүрген әжейдің жасы бүгінде 103-ке жеткен. Кейуананың кейінгі ұрпаққа айтары не? Асыл анамен арнамыздың тілшісі амандасып қайтқан еді. Ғасырдан да ұзақ ғұмыр. Бұл шаңырақ астында бір ғасырдың куәсі өмір сүріп жатыр. Бетқайнар ауылының 103 жастағы тұрғыны талай тарихи кезеңді бастан өткеріп, бірнеше буынның ақылшысына айналып отыр. Бүгін оның ұзақ ғұмырының сырын білу үшін арнайы қонаққа келіп қалдық. Бүгінде Құттықова Зейтана әжемізді алтын құрсақты ана десек артық айтқанымыз емес. Өмірге 4 ұл, 3 қыз әкеліп, тағдырдың талай сынағын бастан өткерген ол 3 ұлынан 50 жасында сүйген жарынан айырылса да, қиындыққа мойымай ер мен әйелдің міндетін қатар атқарыпты. Совет өкіметі кезінде малшы болды бұл кісілер, жылқы бақты, апамыз қымыз сауатын, бие сауатын, 40 бие сауатын. Әкеміз кәдімгі бүкіл облысқа дүркіреген белгілі атбегі болған. Мен үлкен немересімін. Бүгінде құқықтық саласында қызмет жасаймын. Сондықтан енді осы 6 мамырда мемлекет басшысының жарлығымен генерал шеніне жеттім. Сондықтан мұны осы жетістіктерге айтатын болсақ, немерелер әр салада, кіші ініміз осы жерде ауыл округінің әкімі қызмет атқарады. Бәрі әртүрлі салада, туған ініміз де құқықтық салада қызмет жасайды. Жалпы өз апамыздың қолындағы ағамыз осы жерде жеке шаруашылығы бар. Әжейдің балалық шағы қасіретті ашаршылық жылдармен тұспа-тұс келді. Ал бой жетіп қатарға енді қосылдым ба дегенде сұрапыл соғыс басталды. Балалықтың қызығы мен алаңсыз күндері қайғы мен қиындыққа алмасты деген ақ жаулықты ана сол кезеңдер тез-ақ есейтті деп отыр. Осы босағаға келін болып түскеніме 49 жыл болды. Анамыз өте әдемі кіртейіп отыр. Есі бәрі дұрыс, жаңағы балалардың бәрі немерелердің бәрін таниды, немерелердің туған күніне шейін біледі. Әр қайсысына әйтеуір пенсиясы келген сайын сақтап отырады. Мынаның туған күніне мынаны бере, мынаның туған ниеті өте дұрыс, өте жақсы. Кейіпкеріміздің ғұмыры талай тарихи кезеңнің куәсі болған тағдырлы жол. Бүгінде әжейдің әрбір естелігі кейінгі буынға қалдырар баға жетпес мұраға айналған. Аман саулық сұрай барған бізге де қария ақ батасын беріп, ізгі тілегін жеткізді. Бәріне айтарым, денсаулық берсін Құдай. Ауыз бірлік берсін, семьясы жақсы болсын, балаларын өсіріп, мұратына жете берсін халық. Қалқамен болсын, халық ішінде Құдай бізді де аман қылсын қарағым. Өнегелі өмір жолынан алар тағылым да түйер ой да көп. Адал еңбекпен ауыр бейнеттің зейнетін көріп отырған әже ең бастысы елдің бүтіндігі деп отыр. Айгерім Қожабайқызы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.